Жаратушы талант пен талапты сүйген қолына береді деп жатады. Ал бұл ерекшелік бойға біткен жағдайда. Адам баласы қай салада жүрсе де іштей мойындағысы келмесе де, бұлқынған дарын бой көрсетпей қоймайтыны анық. Қазақта талант тас жарат деген сөз осындайдан қалса керек. Кеншілік қызметін атқара жүріп, шығармашылығын шыңдай түспесе ақсатпаған азаматтардың бірі Жақсылық Омаров. Бүгінгі кейіпкер 1956 жылдың 17 қазанында сол кездегі оңтүстік Қазақстан облысы Жарас ауылында дүниеге келген. Ал балалық шағы Жарас ауылының Бозбұтақ елді мекенінде өтеді. Сол 56 жылы ауылдағы егістікке төнген тілсіз жауды құрықтау жолында ақынның әкесі ауыр жарақат алып, аурухана төсегіне таңылады. Құндақтаулы перзентті анасы көрсетуге апарғанда, әкесі қиындықтың арты жақсылыққа ұлассын деген ниетпен ұлына Жақсылық есімін Айдар етіп тағады. Алапат өрттен кейін 40 күндей ғана өмір сүрген әкенің жақсы болсын деген тілегін орындау жолында Жақсылық Омаров бір сәтте аянбағанын айтады. Жақсылық Омаров 8 жасында Шорнақ селосына қоныс аударып, мектеп табалдырығын сол жақта аттайды. 13 жасынан қолына қалам алып, түрлі тақырыптардағы өлең жолдарын қағаз беттеріне түсіре бастаған. Туғанынан жетімдіктің ащы дәмін татқан кейіпкер еңбекке де ерте араласты. Соның кесірінен тіпті жұмысты таңдамай істеді. Сол уақыттарда өлең жазуды доғара тұрғаны да жасырын емес. 1974 жылы Кентау қаласында 10-шы сыныпта аяқтаған соң әскер қатарына шақырылады. Ал 1985 жылы Қаныш Имантайұлы атындағы қалаға келіп, кеншілік қызметке орналасады. 1998 жылы шахтада ауыр жарақат алып демалысқа шығады. Содан бері ақын әртүрлі тақырыпта қалам тербеп келеді. Енді өмірде қазақ бекер айтпайды екен. Анау текті адамның тілінде арада орынтағында нәрсе болса түбінде ол шығады деген. Содан әйтеуір міне бұл жерде азаматтар бар, Абдулла Дастанов, Мұса Тілеу, Жақия Асатов дегендер. Ол кісілер кейіннен бір кішкентай өлеңдерімді көріп, Абдулла Дастанов шарайында істеп жүргенде сол өлеңімді көріп, Жақсылық өлеңдерімді жасап берсеңізші, сосын газеттерге шығарайық, мас өңірге шығарды жетпейді. Сосын бір ұсыныс жасады. Жақы осы кітап шығарса қалай болады деп. Сонымен 55 жасымда алғашқы жүрек жарды кітабын шығардым. Сол өз темірі қызған кезінде еді ғой. Сол жылы, келесі жылы 56 жылы менің әкем 90-ға келді деді. Сол шынымды айтсам, мынау интернатта өскен әкенің мейірімін көрмеген адам, әкелікті қолында бар алтынды қадірлей білмейді, кейбір жастар, енді жастардың біріне топырақ шашамай бар. Сонда әкемді көрмесем де әкемді қатты сағынамын. Неде жүрді, әртүрлі бір сыртынан жақсы сөздер айтып жатқан кезде, жақсы әке жаман балаға 40 жылдық азық дейді. 40 жылдық емес, шынымды айтсам, мен қазір 65-ке аяқ басып келіп, 65-ке келіп қалып, 65 жыл азық. Көзім көргендер азайып келе жатыр, бірақтан бәрі көзі көргендер жақсы адам екенін көп айтып, ақын болғанын айтып. Енді бір менің мақсатым бір ақын болып кетіп, елге танымал болып, бір атағын шығару емес. Менің мақсатым сол әкенің аманатын орындасам деген оймен жүрген адаммын. Осылайша ақынның 56 жасында әке рухына тағзым ретінде Аманатқа адалдық атты кітабы жарық көрді. Ал 60 жас мерейтойының құрметіне Сәтбаев қалалық әкімдігінің қолдауымен Тал түс жинағының тұсауы кесілді. Мүмкіндікті пайдаланып бағдарлама түсірілімінің барысында ақыннан жүрек жарды өлеңін оқып беруді сұрадық. Жүрегімді жылытатын жалыным, өне бойым қан жүгіртер тамырым, өмірімнің күндізбесі секілді өлеңдерім таразысы арымның. Әрбір өлең жаңа туған сәбиім, емшісі ол менің көңіл күйімнің. Өмірімнің серігіне айналған өлең сенің құдіретіңді ұғындым. Өлең мен өміріме
көз салам, сонда менің өмірім бар маздаған, биік ұстап аружданды әрқашан, арым таза ғұмыр кештім дей алам. Сондықтан да қымбат маған өлеңім, өлеңіммен ертеңімді көремін, өлеңімнің көркем сөзі арқылы бүгін ертең тани берсін мен елім деп өлеңімнің алғашқы жазған өлеңдердің бірінші кітабы. Көріп біліп жүргеніміздей, кеншінің шығармашылыққа ден қоюы таңсық дүние емес. Оған ақын термеші шындықты айтып шырылдаған Шынболат Ділдебаевтың шығармалары мен қалдырып кеткен өшпес мұрасы дәлел. Кейіпкеріміз кешегі күні кеншілік қызметті де атқарған ақын Жақсылық Омаров Шынболат Ділдебаевпен бірге жұмыс істегенін бүгінде мақтан тұтады. Шынболат Ділдебаевтың есімімен егіз ұғым іспетті. Шындық атауымен қоғамдық бірлестік құрылып, журналист Абдолла Дастанов ұйымға төрағалық етуде, ал Жақсылық Омаров төрағаның орынбасары. Бұндай Шынболаттың шындығын арман қарай жалғастырсақ па деген осындай адамдар бас-бостық, берді ақында бар, әншіде бар, деде бар. Солардың бәрінің енді басын қосып жүрген. Енді берді кабинетте отырып, шындық туралы бір өлең айтпасам маған мүмкін болар. Шындық туын желбіреткен дейді. Ақиқатқа тайталасып бетпе-бет, шындық туын желбіреткен шын кенет, қазағымның мұңы зары наласын толғауымен жеткізді ғой керемет. Өкінішті-ақ өмір қысқа болғаны, ауыр түйде сұмажалға салмағы, ізбасарлар шындық аты топ құрып, Шынболаттың шындық жолын таңдады. Шынболат ол елдің ақын жырауы қашан болсын, ең көңілінде тұрады, шындығымның шыңға біткен шынарын таштырған гүл десе дағы болады. Шарболаты секілденіп шындықтың шыққан аға әр сөзіңнің үлгеттім, арамызда болмағанмен сезесің рухыңмен елден ерен құрметін, ел құрметтеп жүрген азамат. Жақсылық аға құдай қосқан жарымен Арман қала Алматыда танысып, көңіл жарастырған. Ақын өмірінің 7 жылдай уақытын оңтүстік Астанада өткізген. Жармен сол жақта танысып, 2 ұл мен 1 қыздың ата-анасы атанады. Ал бүгінде өсіп өнген әулетке айналған. Кейіпкердің кенді өлкеге келіп, қанат жайғанына биыл 36 жылға аяқ басып барады екен. Өзі жақсы адамға бір кісілік орын бар демекші, ақынның өзі кішіпейілділік пен үлкенге құрметтің арқасында бүгінде Сәтбаев жұртшылығы жақын бауырларына айналғанын айтады. Сыйластық бар жерде береке орнайды, туыстық қарым-қатынас туындайды. Сөз соңында Жақсылық Омаров кенді өлкеге келіп, туыс түгіл туғанындай болып кеткен жандарды көптеп кездестіргенін, осы өңірде өсіп өнгенін, алдағы уақытта да сәтті күндердің куәсі болатынына сенімді екендігін жеткізді. Біз де ақынның шабытына шабыт қосылып, қаламынан отты өлеңдер туа беруін тілейміз.